Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Антикор Лайф жобасы аясындағы тікелей эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің рухани жаңғыру және тәрбие бөлімінің басшысы, доцент, ақпараттық ағартушылық штабының мүшесі Анарбаев Қайрат Сапарханұлы келіп отыр. Қош келіпсіз дейміз. Эфир барысында парасаттылық құндылықтарын қалыптастыру жайында айтатын боламыз. Сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті қайырымды қала тұрғындары. Мен осы сөзімнің басын осы қайырымды қала деген сөзден бастағым келіп отыр. Қайырымдылық дегеннің өзі имандылықпен тікелей байланысты. Жалпы қайырымды қала тұрғындары болу үшін қайырымды азаматтар болуымыз керек. Сонда ғана Шымкент қаласы ол өзінің азаматтарымен ғана осы қайырымды қала атағына лайықты қала болады. Осы тұрғыдан келген кезде біз жастарымыз әсіресе мынау қазіргі ұлттық тәрбие дәстүрлерімен тәрбиеленуі керек. Ұлттық құндылықтарымызды бойына сіңіре отырып, өркениет көшінен қалмаудың әрекетін жасауымыз керек. Осы жерде менің бір айта кетейін дегенім, біздің қазақ халқы бұрыннан ақ мынау прогресске, жақсылыққа қарай ұмтылатын халық. Сондықтан ол өткенді көп қозғағанды жақтырмайды. Оның мынау фольклорда сақталынған қанат сөздердің ішінде өткенге салауат, келешекке аманат деген сөз бар. Сонда мынау өткенді қозғай бергеннен ол бәрібір май түспейді былайша айтқан кезде. Ал келешекке, аманатқа, болашаққа біз не береміз? Осы қазіргі күнімізде біз не аманаттаймыз деген мәселемен қараған. Міне осы тұрғыдан келген кезде біз қайырымды қала тұрғындары кешегі Әл-Фараби бабамыздың еңбектерінен алдық мақұл имандылық. Міне сол жердегі ең басты дүние сол кезеңдердегі ұлы бабаларымыздың бұл имандылық мәселесі. Бұл имандылық мәселесі адамның мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағы мінез құлқын қалыптастыруда да үлкен рөл атқарады. Мен айтар едім, ең басты рөл атқарады. Өйткені бәрінде көріп тұрған бір жаратушы тастамайды. Кім бауырының мұқтаждығын өтесе, Алла оның мұқтаждығын өтейді деген хадис бар. Міне осы дүниелердің барлығын кезінде мынау ұлы бабаларымыздан қалған сөздерге де назар аударатын болсақ, осы иман мәселесі бірінші болған. Өйткені адам-адамға жақсылық жасаса, иман тап деп бата берген. Немесе жамандық жасайтын болса, ой имансыздың тірлігі, немесе имансыз жан екенсің деген сияқты наразылығын білдіріп отырған. Сонда бүкіл адамның бойындағы адалдық қасиет деген дүние бұл иман мәселесімен тікелей байланыстырып отырғанын көреміз. Мысалы, Бұхар жырау, ей айташы Алланы айт, аты жақсы Құдайды айт, төрт шадияр Мұстафа, Мұсқап ашқан ғаламды айт, Тәңір сөзі Фұрқанды айт, кәлам Алла Құранды айт, Тәңірім салса аузыңа, жан жолдасың иманды айт дейді. Сонда иман бұл екі дүниеде де адамның мынау адалдықтағы жолдасы екендігін Бұхар жырау осылай айтты деп жатырмыз. Дегенмен де ұлы бабаларымыздың заманында да мынау жаңағы мен мұсылманмын деп тілмен ғана айтып, оны жаңағы ділмен бекітпегендер болғандығын байқауға болады. Сол Бұхар жырау бабамыздың дін мұсылман баласы адамдықтан жерімес, тіл мұсылман қарашы арамдықтан шегінбес дейді. Яғни діндегі және мына тілдегі мұсылманшылықтың өзінің айырмасы болатындығын ұлы бабамыз осыны айтқан. Ал енді кешегі ұлы Абай атамыз пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге дегендегі ар мәселесі де осы иманмен тікелей астасып жатқандығын көрсетеді. Ал енді Абайдың шәкірті, әрі туыс інісі шәкәрім, мақтан үшін мал жима, жан үшін жина, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деген сөздерін айтқан мезгілде осы иман мәселесін бірінші кезекке кейінгі ұрпаққа жаңағы мұра етіп қалдыра білді. Ұлы Абайдың мынау адамзат бірінші Алланы сүй, жаннан тәтті жаратқан махаббатпен адамзатты, екінші адамзаттың бәрін сүй деп отыр. Оның ұлтына, нәсіліне, дініне қарамай. Үшінші сүюді әділеттілікке әкеп тірейді. Әділеттілік ол міндетті түрде осы әділеттілік имандылықтың бір ірі көрсеткіші екендігін
көрсетеді. Бұның барлығын егер біз сол ұлы бабаларымыз түсінгендей түсінетін болсақ, онда біздің бойымызда мынау адалдыққа деген ішкі иммунитетіміз көтеріледі. Адал жүруге, адал тұруға, халал жұмыс жасауға, әрине біреу заңды біліп істер, біреу білмей істер, бірақ ең бастысы ниет. Ниетте мысалға адалдық дүниесін ең басты негізге алып қою керек. Мынау осы қыркүйек айының бірінде ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезеңі деген халыққа жолдаған жолдауында мынандай мәселе айтылады. Енді мына адалдық туралы мынандай сөздер кездеседі. Мысалға 8-ші бөлімінде әділетті мемлекет азаматтардың мүддесін қорғау жолында дейді. Сонда халық үніне құлақ асатын мемлекет бұл шын мәнісінде әділетті мемлекет құру тұжырымдамасы деп нақтылайды. Әділетті мемлекет құру тұжырымдамасы. Азаматтардың мәселелерін тыңдап, көріп қана қою жеткіліксіз, ең бастысы дұрыс және әділ шешім шығару керек дейді. Сонымен бірге қазіргі біздің күштік құрылымдарды, әсіресе мынау полиция, мынау заң құрылымдарының жұмыстарын реттестіруге қатысты нақтылап айтылады. Сонда мысалға полиция қылмысты анықтап, оған қатысы бар адамдар тауып, айғақ жинап, оны тиянақтап беру тиіс. Ал прокурор жиналған дәлелдемеге тәуелсіз баға беруге, азаматтардың құқығын бұзудың жолын кесуге, кінәсіз адамдардың қылмыс үдерісіне тартылуына жол бермеуге, сотта айыптау жағын қолдауға міндетті дейді. Сонда мысалға мына КСРО-дағыдай тек қана жаңағы басы көзі жоқ айыптау мәселесі емес, оның жаңағы заңдылық жағын қадағалау мәселелерінде прокуратура қойып отыр. Міне сот органдарының әрекеттеріне қатысты шағымды одан ары қарай қарайды, әрине ақтық шешімді сот орындайтындығын айтады. Сонымен бірге мынау барлық мәселені сотқа дейін жеткізбей, оны жаңағы мынау адамгершілік нормаларымен, мораль дүниелерімен қарай отырып та өзара келісім, мысалға кішігірім жеңіл қылмыстарды жаңа медиация жолдарымен шешуде, бұл да адамгершіліктің бір үлкен көрініс екендігін айтады. Осында 10 жыл бұрын медиация туралы заң қабылданғанымен, қазір оны жетілдіру бойынша біздің мемлекеттік құрылымдарда жаңағы жетілдіру бағытында жұмыстардың баяулап келе жатқандығына да сын айтып өткенін біз жақсы білеміз. Міне осының барлығы, мына жолдауда айтылған мәселелердің барлығы қоғамдағы әділеттілікті орнату. Өз кезегінде мынау сол 11-ші тарауда айтылған ұлттың жаңа болмысын қалыптастырады. Сонда ең бірінші сол жаңа болмыста бұл білімді ұрпақ, екінші ерінбей еңбек етуге бейімделу керек болса шарты, әділеттілік әсіресе ел жұрттың тағдырын шешу үшін аса қажет, қасиет деп осы ел президенті өзінің жолдауында ерекше айтқанын көреміз. Бұның барлығы кешегі ұлы бабалар сөзімен, ар жағы өзіміздің қасиетті ислам дініндегі қасиетті Құрандағы былайша айтқанда жаратушы Алла сөздерімен сабақтасып жатқандығын байқау қиын емес. Сондықтан да мынау біз өзіміздің жоғарғы оқу орнымызда мынау рухани жаңғыру және тәрбие бөлімі осы іс-шараларды кешенді жүргізуге тырысып жатырмыз. Әзірге мынау онлайн жүйесі дейміз ғой, біз қашықтықтан қазір жұмыстар жасап әрекет етіп жатырмыз. Алла қаласа мынау пандемия жағдайынан жоғары көтеріліп, елдің жаңағы тікелей жұмыс жасайтын кезде бұл жұмыстар одан да ары қарай өзінің жалғасын жаңағы және тиімділігін көрсетеді ғой деп ойлаймыз. Рахмет, Қайрат Сапарханұлы, келіп уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен эфиріміз соңына жетті. Сау болыңыздар.